Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен осындай сумкаға түйме жасауды үйрететін боламын. Достар, видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып өтіңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз петля жасап аламыз. Және де тағы 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді осы 4 воздушный петлямызды бір-біріне ұштарын жалғаймыз. 1 воздушный петля тоқимыз. Және осы воздушный петлялардың 4 воздушный петляның ортасына ілмегімізді салып, мінекей мына жер ортасы, ілмекті салып, столбик без накида тоқимыз. Мінекей бір столбик тоқыдым, екіншісін тоқим. Үш, төрт, яғни осы тесікке қанша столбик без накида сыяды, сонша тоқисыздар. Және де столбик без накиданың арасын жақындатып тоқуға тырысыңыздар. Барлығы нығыз болып тұру керек. Мінекей менде осындай болып шықты бірінші қатар. Мен тағы бір петля тоқим, нығызырақ болу үшін. Енді екінші қатарды осы столбик без накидамның үстінен тоқимыз. Тоқыған кезімізде жіптердің арасы жақын болу керек. Және де мына жіпті ілмектің оң жағынан алып тоқимыз. Көріп отырсаңыздар видеода. Не ілмек, осы ілмектің оң жағынан жіпті өткізіп, осылайша тоқисыздар. Арасы қатты жақын болу үшін осылай тоқыған ыңғайлы. Енді қазір қанша петля сыяды екінші қатарға, сонша петля тоқимыз. Және арасын нығыздап тоқуға тырысыңыздар. Достар, мен түймемді тоқып болдым. Қазір соңғы петлясын тоқып жатырмын, нығыздап. Алдынан қарағанда осындай болып шықты. Алды. Арты осындай пончик сияқты болып көрінеді. Тоқаш сияқты. Сіздер қай жағымен тіксеңіздер де алдығып, өздеріңіз қалауынша жасайсыздар. Енді қазір түймені сумкаға тігу үшін кішкене жіп қалдырып қырқасыздар. Қыздар, мен мінекей түймемді тігіп қойдым. Жаңа кішкене жіп қалдырдым да осы жіппен тігіп шықтым. Мен өрім тұрған петлялардан өткізіп, инемен тіктім сумканың ішкі жағына және жаңағы түймені іліп алып тіктім. Тігу әдісі негізі өте оңай. Өз беттеріңізше ары қарай тігесіздер. Мен мына пончик жағымен тігуді дұрыс деп шештім, өткені мына сумкаға именно осы жағы жарасады екен. Достар, осындай сумка тоқығыларыңыз келсе, мына видеоның бетінде ссылка шығады. Сол ссылкаға кіріп
видеоны көрсеңіздер болады. Видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.